Ақтөбе облысының полициясы биыл патруль көліктерге қыруар қаржы жұмсамақ. Мәселен, мемлекеттік сатып алу сайтындағы мәліметке сүйенсек, 9 көлікке 300 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. 100 медиа аймақтағы бюджет қаржысы қалай жұмсалып жатқандығын зерттеп көрді. Ақтөбе облысы жайлы әрі заманауи көліктер алудан дәмелі көрінеді. Көліктерде массаж орындықтары, премиум аудио жүйе, 3 зоналы климат контроль, LED жарықтар, панорамалық шатыр дейсіз бе, жанға қажеттінің бәрі бар. Мемлекеттік сатып алулар порталында Ақтөбе облысы полиция департаментінің патрульдік полиция көліктерін сатып алу бойынша тендері жарияланды. Оған 194,6 миллион теңге бөлінбек. Бұл қаржыға 269 аттың күші бар 2 қара көлік және тағы 4 кроссовер алу жоспарланған. Ақтөбе облысы полициясының элиталық сатып алулары мұнымен аяқталмайды. 29 тамызда тағы бір тендерге өтінім қабылдау басталды. Жергілікті құқық қорғаушыларға тағы да патрульдік көліктер қажет екен. Олардың жалпы құны 120 миллион теңгеге бағаланып отыр. Талап бойынша бұл көліктерде премиум аудио жүйе, 360 градус камера, проекциялық дисплей, Bluetooth сымсыз зарядтау сынды озық технологиямен жабдықталуы қажет. Қазақша айтқанда, Ақтөбе полициясы патруль көліктерін алтынмен аптап, күміспен күптеуді құп көрген секілді. Бірақ миллиондар мен премиум аудио жүйелер қылмысты қаншалықты төмендетеді, оны уақыт көрсетеді.